Мәңгілік ел ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргетасын қаладық. Байлығымыз да, бақытымыз да болған мәңгілік ел тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек деді. Жастарға сеніп, құрметті оқушылар, елбасымыз болашақ білімді жастар қолында деді. Сондықтан қашықтықтан оқуды да жақсы оқиық. Сұлтанмахмұт Торайғыров ел болудың бірінші тілегі білім десе, елбасы жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухты болса, ол елдің еңсесі де биік болады деді. Елбасы туралы деректі фильмдер, мақалалар, кітаптарды оқып ізденейік балалар. Елбасының қолдайды, халқы оны қолдайды. Ешқашанда еңбексіз кешірмеуі болды. Елбасы елді қолдайды, халық қолдайды. Осындай жақсы адамның жақсы өмірі қалайды. Тәуелсіздік дәуірі. Тәуелсіздік деп соғады менің жүрегім. Елім, жұртым, сендеп келем, сендеп өмір сүремін. Көк байрағым көкте самғап жүрді.